Кешер қадірлі көрермен, эфирде Digitalk. Өткен апта Сенат мақұлдаған ғылым және білім мәселелері бойынша түзетулерде әскери қызметкерлерге тегін білім беру гранттарын беру туралы өзгерістер қабылданған еді. Бұл өзгерістер қатарында әскери қызметкерлерге жалпы жастарға қандай мүмкіндіктер береді, неге ол маңызды, жалпы заманауи және білімді әскердің дайындығы күннен күнге күн талабы, яғни сұранысы жоғарылап жатыр. Біз осы көштен қалып жатқан жоқпыз ба? Себебі дамыған елдердің көбісінің әскери әлеуетін қарасаң мүлдем басқа. Біздегі әскери қызметкерлердің жалпы мәселелерінің шешілуіне қатысты сұрақтар өте көп. Бүгін бізде студияда қонақта Олжас Құсбеков, парламент мәжілісінің депутаты. Сонымен қатар бүгін бізде студияда қонақта Фархат Айдарбаев, полковник, Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабы ұйымдастыру жұмылдыру жұмыстар департаменті бастығының орынбасары, әскерге шақыру және әскерден тыс жұмыс басқармасының бастығы. Дұрыс қой? Дұрыс, кеш жарық. Кеш жарық. Сонымен қатар бізде тікелей байланыста Ермек Сейітбатталов, әскери сарапшы. Ермек мырза, бізде естіп отырсыз ғой? Ереке, естіп отырсыз ғой бізді? Сіз енді осы әскер мәселені көп көтеріп жүрген азаматтардың бірісіз ғой, Ермек мырза. Біз жақсы білеміз. Олжас мырза, сұрақты өзіңізден бастағым келіп отыр. Тегін білім беру. Біз сізбен осы әскер мәселесін бірнеше рет осы жерде талқыладық, ашығын айту керек. Айгүл ханыммен де сіздердің комитеттің төрайымы ашық талқылаулар болды, тіпті өте қатты таралды Айгүл ханым. Жалпы бұл сіз тегін білім гранттарын беру әскери қызметтің беделі мен тартымдылығын арттырып, әскери қызметшінің мәртебесін көтереді дедіңіз. Жаңа заңға сәйкес әскери қызметтің белгіленген мерзімін өтеген азаматтар жоғары оқу орнынан кейінгі оқу орындарына түсуге квота алады дедіңіз. Егер біз әскердің деңгейін көтеру мақсатында білікті кадрлар тарту мақсатында бұл қаншалықты оларға ынталандырушы фактор болады деп ойлайсыз? Жалпы жаңа заңда қандай тетіктер қарастырылған? Қайырлы кеш. Біріншіден мына нәрсені айтып өту керек та. Біз қазіргі жастардың әскерге бару конституциялық борышын өтеуде жастар мындай сұрақ қояды. Мен бір жыл жаңағы конституциялық борышымды өтеймін, одан мен не аламын деген сұрақ қояды. Өткен нарықтық экономика өмір сүріп жатырмыз. Балаларымыз қазір басқа ойда жүрген жастар. Бұрынғыдай әскери бізде идеология мықты емес. Сондықтан біз бұрын бала кезімізде әскерге баруды армандайтынбыз. Ондай бала жас жоқ қазір. Сондықтан бұл жерде көшеден отырған жеріне ұстап алып кету деген нәрседен айығу үшін бірінші, екіншіден оларға мотивация беру керек. Бұл мотивацияны беру мақсатында біз бүгінгі күнде бұл біздің жасап жатқан өзгерістерінің бір тетігі ғана бұл мемлекеттік грант беру. Одан басқа бізде қазір бір 75 тағы да қосымша заңға өзгеріс бар. Ол толыққанды комплексті шешім. Бірақ енді мынау көктемгі әскерге шақыру уақыты келіп қалғандықтан біз бұны жаңағы білім және ғылым заңына өзгеріс енгізіп, шұғыл түрде қабылдауға беріп жіберген болатынбыз. Оны Сенат мәжілістің жалпы отырысына мақұлданды. Енді Сенат мақұлданды, президенттің қол қоюына берілді. Жалпы бұл әлемде бар тәжірибе ме әлде? Бұл тәжірибе әлемде бар. Біздің өзімізде Совет үкіметі кезінде болған нәрсе. Әскерден келген адам әртүрлі льготаларды алатын үкіметтен. Бірақ біз тәуелсіздік жылдары осы льготалардың барлығын жоғалтып алдық осы күнге дейін. Сондықтан біздің әскердің қазіргі әскерге бару жастардың және әскери қызмет ету мотивациялар төмендеп қалған. Неге дәл сол грант беру басқа ол мотивация береді деп ойлайсыз? Әрине береді. Өйткені біз бұл... Яғни негізгі себебінің бірі сол ма? Бармай жатқан себебінің бірі? Өйткені жастар, мысалы үшін, бір жыл уақытымды мен үкіметке бергеннен не пайда көрем деген сұрақ қояды. Біз сол жерде оған жауап ретінде бұл заңға өзгеріс пилоттық режимде 1,5 жыл жұмыс істеді. Әскерге толықтыруға қандай әсер беретіні. Жақсы эффект болды, жастар өздері тартылып, біздің әскери шақырылып жатқан жастарымыз толып керек, қорғаныс министріне керек деңгейде саны толтырылды. Содан кейін біз бұны заңға бекітуге бел будық. Жылдам уақытта қалдық дедіңіз, сонда ғылыми талдау бір анализға сүйенбей қабылданған шешім бе бұл? Жалпы
Бұл енді әскерге жастардың тартымдылығын беделін арттыру үшін бұл жерде біздің жаңағыдай осы депутаттарымыздың, осы біздің қорғаныс министрінің бастамасымен былтыр мысалы 2022 жылы 70 мемлекет жоқ депутат халықпен мысалы жоқ халық па депутат па министр ма министрдің бастамасы жалпы меморандум қойып депутаттар ары қарай сол бірге қостап жаңағыдай осыны іске асырып отырған осы депутат мырзаларымыз министрден шықты ма жалпы министрден шықты. Бұл пилоттық режимде бастады. Біз бастаған кезде 70 мемлекет жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қойдық. Көрдік, иә. Содан кейін соның арасында біз 600-дей баланы оқуға түсірдік былтырғы 2023 жылы. Бұл бір сауалнама, зерттеу, анализ, яғни барғысы келмейтін жастардың негізгі себебі сонда осы грант мәселесі болып тұр ма әлде не үшін қабылданған шешім? Мәселе бұл жерде жалпы біздің ұлттық идеологиямыздың жастарымыздың әскерге тартымдылығын беделін арттыруда біздердің қоғам болып осы уақыт туған мәселесін келтіріп тұрмыз. Себебі біздер егемендігімізді алғаннан кейін 30 жылдағы әскеріміздің тартымдылығы, әскеріміз қазіргі осы тартымдылықтың арқасында біз былтырғы жылы 40%-ға әскерден қашып жүрген жастарымыздың санын азайттық. Бұны айта кету. 40%-ға азайттық. Себебі мысалы әскерге жалғыз ғана осы оқу орны емес, одан кейінгі кредиттік каникулдағы да бар. Оларда қазір Олжас мырза айтқандай, ол жаңа заңнамада қаралып, мәжілістен өтіп, сенатқа өтті. Ал енді мына білімге келген кезде бұл жай ғана осы білімге ғана қарап тұрған жастарыма деген емес, жалпы біздің идеологиялық тұрғыдан жастарымыздың ертең осы ғылымға, білімге деген өздері құштарлығын тартқызып. Былтыр мысалы 187 бала бір шақырымнан 1,5 мың адамның ішінен 600 бала грант ұтып алды. Ол әскер сарбаз 2 деген 0 программа бар. Соның ішінде олардың идеологиялық, әскери дайындық, дене шынықтыру, физикалық бүкіл тұрғыдан есептеліп, өздері соның 3 мың бала 40 мың баланың ішінен 3 мың бала ғана грант ұтып алды. Ал соның 187-сі былтырғы жастардың ішінде грантқа түсті. Экзаменсіз, жаңа НТ-сіз. Ал 400 бала жаңағы ұбытысыз, олар жаңағыдай оқуға түсті, жаңағы ақылы жүйелі түрінде жаңағы жалпы. Ал енді ол жастардың айта кетуіміз керек, біз сол жастарымыз өздерінің жаңағы әскер сарбаз 2 деген программадан кейін ол жаңағы мүмкіндікті 2 жылда пайдаланады. Себебі былтыр түсірмеген балалар биыл сол сертификат арқылы жаңа мысалы айтып жатыр ғой, Айбын мысалы мемлекеттік күзет қызметтері әскерінде жаңағыдай биылғы таңда 10 сарбаз тегін білім алуға өзінің жаңағыдай несін алды деп жаңағы сертификатын алды деп. Сол сияқты біздің бұл жерде әскери құрылымдар. Түсінікті Фархат мырза. Ермек мырза, біз естіп отырсыз ғой? Естіп отырмын. Бізге осыдан біраз уақыт бұрын мен комитет төрайымы Айгүл Құспановадан жеке сұхбат алғам жалпы уәде жобасында. Сол кезде ол кісі біраз мәселелерді келтірді. Енді ол кісі сондай бір осы грант беруге бір акцент қойған жоқ, сұхбат барысында мен байқаған. Ол кісі негізгі әскерге бармаудың себептері ретінде ол әлеуметтік жағдай, екіншісі әскердегі әлімжеттік, яғни әскери саладағы әлімжеттік, сонымен қатар жалпы әскери қызметкерлердің жағдайы, формасы, дұрыс тамағы, жататын орны, бүкіл инфрақұрылымын негізгі мәселе ретінде көтерген болатын. Тіпті кейбір заставаларды, кейбір шекара орындарын атқораға теңеген болатын. Енді бұл сондай бір қоғамның арасында қатты талқылау болды. Енді өзіңізде қызмет еткен шығарсыз, сол жас кезіңізде әскери қызметтен бастадыңыз ғой, ең төменгі. Сол сіз сияқты сол кезеңдегі қызметте жүрген азаматтардың көбісі жекеме хат жазды, әлеуметтік желіде болсын, Facebook, TikTok, Instagram, барлық жерде. Солардың көбісі рас, бұл проблема бізде бар деп келтірді. Қалай ойлайсыз? Жаңа өзгеріс осындай, сіздің ойынша қаншалықты қазіргі әскери саладағы әлеуметтік жағдайды және жастардың әскерге баруын арттырады, яғни өзгертеді? Мен Айгүл Сыздықованың айтқанымен келісем. Бұл шынымен өздерінің шешімдерінің сұрап тұрған мәселелер. Мен біздің әңгімемізде асына бір іргетасын, фундаменті қалап кетейін. Мен бірнеше бір жағдайды айтайын, бір факторды. Біріншіден айтайын, мен жеке көзқарасым,
әскерге мерзімге қызметке шақырғанға мен қарсымын. Мен кәсіби әскер болу деп санаймын. Яғни уақытша сұрақты- бір жылға шақыру деген ол қате деп есептейсіз ғой? Дұрыс, бір жылға, 2 жылға да ол дұрыс емес. Бұл басқа проблемаға біз бұны қазір талқыламай-ақ қояйық. Неге десеңіз, бір моментін айтып кетейін. Елдің әскері 30-дың 40-тың арасында өте жақсы даярланған, ұшып бара жатқан қарғаның көзіне тиетін оқпен сондай даярлаған, тепсе темірді үзетін. Сонда келгенде біз олардың алдына кеше мектепті бітірген 18 жастағы қойғанымыз дұрыс болмайды. Жарайды, бұл бір мәселе, бұған тиіспей-ақ қояйық. Екінші, міне бағана Олжас мырза айтып отырған, мен сол мәселемен келісем. Бір жылға барғанда ол менеге мен үкіметке бір жолымды беріп, міндетімді атқарып, оны өзіме енді теряю деген сөз. Сонда былай болады, міне жаңағы грант беріп атқандарда былай грант бергенде бұл әскеридің тартымын, привлекательсін көтереді, жоғары дәрежеге көтереді. Сонда барып бұлар енді екінші мәселе. Ауылдағы жігіттер былай әлеуметі ата жоғары емес, қаражат жағы шектелген, олар өздерінің сол мәселелерін шеше алады, сол арқылы. Неге десеңіз, ауылда да білім саласының біраз сапасы төменді, ол ешкімге ол құпия емес. Енді тағы бір мәселе, бір фактор бар. Олар оны әскерді қызметін атқарып, грант алып, ақша төлемсіз жоғары орындарға оқуға кіреді. Кіргенде бірінші сессия болады енді. Зачет, коллоквиум, емтихан. Олар өтіп кетсе жақсы болады. Егерде балалардың ынтасы бар, өздерінің зейіні бар болса, оларға көмек болады. Біз бұрынғыда мынандай пример емеймін. Баянауылдан, үлкен Алақандай бір ауылдан 5 академик елге, әлемге аттары белгілі болып шыққан. Сол сияқты. Бірақ та егерде біз ондай жігіттерді ала берсек жұмысқа, ертең біздің мемлекетімізде білімдері шектеулі, шамалы, көзқарастары былай немножко ограниченный, біз сондай мамандарды аламыз. Енді былай тұжырымдап көрейік. Бірінші бағанағы мен айтқанымыз, ана жігіттердің оқу орнына нені түсетінді әлеуметтік, білімдік образованияның мәселелерін шештік. Соң кейін мамандардың мәселесін шештік, кадровый шештік. Ал енді қорғаныс министрінің саласын қандай мәселесін шештік? Сондай сұраққа жауапқа келгенде, арада біз оның жауабын таба алмаймыз. Түсінікті. Тағы бір айтып кететін, бірақ айтайын, мен момент айтайын. Ал енді бетін аулақтысын, соғыс болса, соғыс кезінде, жаңағы олардың подразделениясы бір шұғылға ұшып, жалғыз өзі қалса, ол айтады, мен мына армияға грант үшін келіп едім, үйге барайын. Нарада мен жауды жалғыз өзім нетіп, тұра алмаймын деген. Борьба мотивов дейді психологияда. Бұл қорғаныс министрдің, біздің қорғаныстың, вообще елдің мәселесін шешпейді. Сондай, осындай факторларға көзқарасу керек. Ал вообще дұрыс грант алып, ана ауылдың балаларын жүртіп, біздің отанымызды қорғайтын дұрыс сияқты. Бірақ та оның осындай моменттары бар. Түсінікті. Рахмет. Қандай да бір пікір білдіресіз ба? Келісесіз ба? Менше жаңа оқуға алдыңғы жылдар түскендердің жаңағы сохраняемость дейді, қаншасы қалды оқуда, соны айтып өтсеңіз, өйткені бұл өте дұрыс көрсеткіш оқуға. Бұл себебі мен бір ой қоса кетейін. Ол шығып кету мүмкін расымен. Ол тарталмай шығып кету мүмкін, бірақ сапа бізге маңызды. статистиканы сізден бізге емес, жалпы мықты университеттерге қазір енді сіздер мысалы өзіңіз білім саласынан келдіңіз ғой. Қазір жоғары оқу орындары дамып жатыр. Ол тек әскерге барып келгені үшін аяқтау керек деген сияқты мақсат болмау керек. Ол түсуге мүмкіндік, бірақ ары қарай жалғастыруға білім керек. Бірақ ары қарай егер жалпы бұл сұраққа тоқтала кететін болсақ, былтыр осы күз кезінде осы бірінші талапкерлерін оқуға түсіп, содан кейін сол оқу орындарының ректорлары, оқу білімінің жаңағындай нелері,
орынбасарларымен осы сұрақ талқылаған кезде біздің әскерден келген жастардың оқуға деген ынтасы зор екен, олардың тәрбиесі, олардың жаңағыдай оқуға білімдері сол өзінің жаңағыдай соған сай екенін көрсетті. Бұл жерде жаңағыдай жалпы айтқанда біздің әскерлеріміздің жаңағыдай біз не үшін әскерге сарбаздар шақырамыз? Себебі Құдай бетін ала қылсын, біз әскеріміз дайын болу үшін ертең сол приписной состав әскерлік дайындықтан өткізген жастарымыздың жаңа отан сүйгіштік, отанды қорғай алатын азамат болу үшін сондай азаматтар шақырамыз. Ал енді тоқтала кететін Қалай ойлайсыз кәсіби әскерге байланысты? Расымен де біз шығын емес па, бір жылға әскерге аламыз? Ода ол әскер болып жарыта ма, жарытпайды ма? Ол сұрақ. Жалпы Ол тренировка сияқты қой, мысалы. Мысалы, егер, мысалы деймін да, фитнес залға бір жылда сен нақты результат көрсете алмайсың, ашығын айту керек. Қандай спорттың түріне барсаң да, бір жылда результат көрсету өте қиын. Кемі 3 жыл немесе 5 жыл керек. Жақсы нәтиже көрсету үшін. әрине Әскерде де солай. Ол жаңағы әлімжеттікпен күреседі, басқа психологиялық басқа заттар барлығы. Ол қандай нәтижеге алып келеді деген сұрақ қой. жалпы біз мынау 30 жылдықты артқа тастасақ, Мемлекет біздер сындарында мемлекеттің жаңағыдай әскерлік құрылымдарын жасаған кезде біздер сержант мектебін құрдық. Жаңа кәсіби армияны құрдық. Соның ішінде мысалы біздер келісімшарт қызметкерлерінің сан үлесін біздер 30-40-50%-ға дейін көтердік. Жалпы егерде бұрын кеңес әскерлерінде мысалы жедел қызмет атқаратындар мысалы 75-80% құрайтын болса, біз мына өзіміз әскерге санмен айтыңызшы өтініш. Санмен енді бұл жерде кешіріңіз. Окей, түсінікті. Жалпы дегенім ғой енді. Қазіргі таңда біздің өздеріңіз көріп отырсыздар, қаражаттың аздауынан, бірақ біздің әскерлеріміз кәсіби шыңдалған. Тіптен сіздер кешегі Абу-Дабидағы әскердің дайындықтарын көрсеңіздер. Енді ол белгілі бір іріктелген тобы ғой, барлығы емес қой енді. Ол соның ішінен іріктеледі ғой. Енді соның ішінен іріктеледі ғой. Ол қайдан шығады? Ол егерде сол әскер болмаса, ол жақтан шықпайды ғой мысалы. Басқа жерге барып дайындалмайды ғой. Ол немесе жаңағыдай қоғамда отырып, қоғамның ішінде атыс қарусыз жаңағыдай олар барып дайындық шықпайды ғой. Сол себепті біздің әскеріміздің дайындығын көрдік. Қаңтар кезінде бұл жерде әскерді әскер жұмылдырылған жоқ. Әскер жұмылдырған жоқ бұл жерде. Ұлттық ұлан ғана бар. Ұлттық ұлан осы қоғамдық тәртіпті сақтауға өзінің арнайы мақсаттағы міндетін атқарды. Ал қарулы күштеріміз біз отан басқа да неге қарастырғанбыз. Біздің қазіргі таңға алатын болсақ, кәсіби әскеріміз бар. Біздің кәсіби әскеріміз жоққа шығаруға болмайды. Қанша? 45% біздің қазір мысалы келісімшарттағы мысалы офицерлеріміз мысалы 50% құратын болса, олар әрқашан дайындықта ма? Әрқашан дайындықта. Сіздің сөзіңізді қазір бәрі естіп отыр. Әрқашан олар дайындықта. Офицерлер дайындықта. Дайындық болмаса біз әскерге келісімшартпен келгендердің барлығы әрқашан дайындықта. Келісімшартпен келген қызметкерлердің өзі айтып тұрған жоқ па мысалы. Келісім шарт. Сен өзің қол қойдың. Сен өзің келдің. Сен соны таңдадың ол мамандықты. Саған біреу итермелеп әкелген жоқ оны. Фархат мырза. Өте орынды, бірақ менің сөзім емес бұл. Келісімшартпен келген офицерлердің 600-ден астамы декретте. Бұл ресми ақпарат. Бұл бір. Екінші момент. Келісімшартпен келген офицерлердің көбісі, енді бұл да менен шыққан ақпарат емес, сол депутаттардан, сол министрлік өкілдерінің арасындағы талқылауларда шыққан ақпараттар көбісі такси болып қызмет етеді деген ақпарат бар. Менде сұрақ туындайды. Біз кәсіби әскер деген ол сондай заттармен өзінің, яғни қалай десем болады, қабілетін солай көрсету керек па, жоқ әлде олар кәсіби дайындықта болу керек па, және олардың жалақысы жоғары болу керек па әрқашан. Бұл екі. Үшінші момент. Мен Ермек мырзаның жай логикалық ойымен келісуге болады. Неге? Себебі біз мына жақта шығынданғанша қаншама сума кететінін есептеу керек. Оның орнына сапалы, мықты, саны егер сол жалпыдан 2 есе аз болса да, бірақ өте сапалы болса, ол жақсы результат бермес пе еді? Жақсы. Ол әрине өте орынды сұрақ. Дегенмен сіздер қараңыздар, геосаясаттың қазіргі мысалы Ресей мен біздің Украина мемлекетінің мысалы. Қараңыз деймін да. 30 жыл бойы солай әскерге мысалы біздің геосаясат деп бүгінгі күнмен әскерлеріміз мысалы соны толықтырмай ма мысалы? Ол мысалы жалпы қысқа ғана жаңағыдай. Ертең автоматты ұстай алмайды, ертең оқты да аталмайтын деңгейге жетеді. Солай қырылған жақсы ма? Жоқ әлде реально мықты сапалы әскермен толықтырылған жақсы ма? Біз енді мысалы мықты сапалы әскерлерімізді арнайы мақсат
штаттағы қазір әскерлер құрдық мысалы. Олар сол дайындықта жүріп жатыр мысалы. Одан кейін жаңағы бәрі такси дейтініміз, сіз қараңыз, әскерлердің бұл мен сөзім емес. жоқ, әскерлердің бәрі қайда? Полигонда, далада, далалық жерде даттығады. Қалада ол жаңағы штабтың мысалы жұмыстары мысалы. Қоғам орталанған базалардың ортасында. Ал негізгі әскер деген ол дайындықта, полигонда жүрген біздің азаматтарымыз ғой. Олар күні түні жаңағы ұйықтамай, тұрмай жаңағындай. Әскери дайындықтан шыңдалып, күнделікті дайындықта жүрген азаматтар. Түсінікті. Фархат мырза, бір сөз айтып қалдыңыз. Қаражат аз дедіңіз. Қаражат аз. Неге аз? Қаражат, мен растаймын, қаражат бөлінген қаражат аз. Мен өзім неге депутаттар мысалға осы тақырыпты арнайы біз комитеттің отырысын өткізіп, алдағы жылда біздің ВВП-дан жаңағы қазір өзі 0,8% болып тұр да қаржыландыру. Көрші елдеріміз алысқа бармай-ақ экономикасы ұқсас 2,5%-ға жеткізіп жатыр. Жоқ, проблеманы ашық айтып отыр Фархат. Проблема ашық, ақша жоқ, жаңағындай статистикаңызды растаймын. Амал жоқтан жаңағындай қаражат табу, жанұяны асырау мақсатында декретке шығып кеткен жігіттер бар. Олар оның үстіне қосымша таксаға кетіп, оның себебі заңмен қарастырылғаннан кейін әр адам өзінің құқығын пайдаланады. Бұл жерде ең бастысы жаңа ұлттық экономика министрлігі мен қаржы министрлігі тарапынан методикасы дұрыс құрылмаған. Мысал үшін коммуналдық төлемнің компенсациясы бар. Ол осыдан бір 5 жыл бұрын 3.000 теңге бекітілген. Сол кезде ол дұрыс деңгейде болған, ал қазір инфляцияның есебінен биыл тағы да 30%-ға қымбаттады. Ол ақша мардымсыз болып тұр. Ешқайда жетпейді. Ол тоғына да жетпейді, суына да жетпейді. Сондықтан ол жерде бір экономикалық индексация формуласы жоқ та. Бір бекіткен. Сіз қалай ойлайсыз әскери, кәсіби әскердің болуына қатысты? Мен бұл жерде бір дұрыс қой. Сіздерді бір айыптап отырған жоқпын. Ерболат мырза, бұл жерде қазір мен енді іштен жаңағы осы қорғаныс комитетінде болғандықтан бұл шаруаны білемін ғой. Бұл жерде қазір жүйелі реформа жүріп жатыр. Бұл жерде аймақтық қорғаныс та бар, служба резерве бар, кәсіптік әскер бар. Шешімдер жүріп жатыр дедіңіз ғой. Не? Талдап айтып көріңізші, бірінші. Мысалы, бір аймақтық қорғаныс, әлімжеттік бойынша, әлеуметтік мәселелер бойынша. Яғни біз ең басты мақсат әскер қалыптастыру, мықты сапалы әскер қалыптастыру. Ол үшін негізгі проблемалар шешуіміз керек. Негізгі проблемалар жаңа әлеуметтік қамсыздық. Оның барлығын шешу үшін қаражат керек. Киімі бар, жаңа жейтін тамағы бар, ол да сапасыз, дұрыс па? Дұрыс. Қару-жарақ, оның жеткілікті деңгейде жаңағы оқ дәрісі болу керек, ол ату керек, жаңағы жай жата бермей, ойыншықты қайта-қайта разбирать ете бермей. Дұрыс па? Полигонда спортпен айналысатын киімі бөлек, жататын жері дұрыс болу керек. Ол егер әскердің жаңағы қаражаты дұрыс болып, олар толыққанды жаңағы өзіне тиесілі нормативін орындайтын болса, ол жерде әлімжеттікке күш жетпейді. Бір жылда сапалы әскер дайындай аламыз ба? Бір жылда? Иә, жаңағыдай әскерге барыңыз. Меніңше одан қысқа да мерзімде дайындау болады. Ең бастысы бұл жерде қару-жарақты ұстап көру. Өйткені біз қазір аймақтық қорғаныс және басқа да әскердің түрлерін қарап жатырмыз ғой. Бұл жерде әскери сбор дейді ғой, 2 апталық жазда 40 күндік. Соның өзінде дайындап береді. Қаруды да ұстауды, жаңа команда тыңдауды, негізгі нелерді орындауды. Біз енді мысалы көбінде әлімжеттік деп айтамыз. Бірақ дәлелденген ғылыми түрде осындай санымен келген дүние бар ма? Бұл жағы жалпы халықтың айтуымен халық айтты деген сөзге ғана келтіреміз. Осыншама санымен осындай келтіртеміз. Бір сұрақ. Жалпы енді әскерге барған азаматтардың көбісі біледі ғой, ішіндегі затты сыртқа шығару бұл көбінесе жабық күйде қалуы мүмкін да. Сосын әскери азаматтарда бір қалыптасқан зат бар, ол жабық орган ретінде есептеледі. Қорғаныс министрлігі, жалпы кез келген әскери органдардың барлығы ол жабық орган ретінде есептеледі. Ішінде болып жатқан ситуацияларда, болмай жатқан ситуацияларда ол сыртқа шықпай жатады ақпарат. Көбінесе құпия жабық режимде талқыланып жатады. Сондықтан кейбір ақпараттар шықпауы мүмкін да, енді ол бекер айтылмайды ғой, мысалы. Өзі сөздің, әлімжеттіктің өзің бір мағанасы, бір дәлелденген біреуді. Қазіргі әлімжеттік деген жоқ. Жеке адамның бір адаммен келіспеушілігі ғана бар, мысалы. Ол әлімжеттік деп жүйе бола ма? Ол енді жүйе болады деп айта алмаймыз. Енді арасында болады. Себебі халықтың ішінде әскер мен халық бір, оны бүлігі болмайды. Себебі өмірде жай ғана халық, қарапайым халық не көшіп жатыр, сол әскерде де болатын дүние. Менде бір қызық сұрақ туындап отыр. Фархат мырза, енді бұл сізге қатысы бар жоқ па білмеймін, бірақ сізден сұрағым келіп отыр. Ойыңызды білгім келеді да. Мысалы, біз қателеспесем, Түркиядағы әскери университетке президент Ердоған барып өзі дипломын табыстайтын ерекше университетке
студенттеріміз жеріп тұрады екенбіз. Әрине. Мемлекеттің қаражатынан қателеспесем Әрине, тіпті. Олар ағылшын тілі, түрік тілін меңгеріп келеді Қазақстанға, орыс тілін білмейді, және олар мына НАТО деп айтып жатамыз ғой, сол режиммен білім алып келеді. Мен 3-4 азаматпен, бұл енді факт, сіз жаңа дәлел сұрап отырсыз ғой, солармен сөйлесіп көрдім. Олардың, мен сөйлескен азаматтардың көбісі басқа салаға кетіп қалған. 1 жыл істейді, жарты жыл істейді, сосын басқа салаға кетіп қалып жатады. Мен сұраймын, себеп неде? Біз керек емеспіз дейді. Жоқ. Себебі біздің режим, жаңағы өзіңіз айтқан, сіз де айттыңыз, советтік, басқа деп та, кеңестік. Соған негізделеді. Бірінші әскери режимнің көп бөлігі, екіншіден жаңағы орыс тілді дейді, ал біздің көбінесе тіліміз ол жақта ұзағырақ оқиды тіпті. Қысқа мерзім оқымайды. Жалпы сіздің сөзіңіздің жаны бар. Мысалы, жастарымыз жақсы шетелден білім алып, жақсы тәжірибе алып келеді. Бұл сіздер білімді азаматтарды айтып Иә, білімді азаматтар. Білімді азаматтар. Көз ашық көкірегі деп айтады ғой мысалы. Олар келген кезде тіптен біздің осы жергілікті оқу, осы Қазақстанда оқығандармен екеуін мысалы Түркияда оқығанды қарасаңыз, жер мен көктей. Себебі олардың тәрбиесі бөлек мысалы, көргендері бөлек мысалы. Біздің мысалы әскерлеріміз осы Қазақстанда оқытатын жастарымыз, олар біздің жергілікті менталитетпен келеді. А олардың менталитеттері өзгеріп келеді келген кезде. Біздің жаңағыдай таңертең тұрып, бүкіл дайындықтарымызды жүргізудің өзінде олар бөлекше қаралады. Содан кейін көп нәрсені жаңағыдай физикалық тұрғыдан шыдамағаннан кейін ақшаның аздығы деп басқа сылтауратып жаңағыдай біздің жаңағыдай басқа шетел мемлекеттерден оқып келген жастарымыз Сылтауратпа жоқ әлде реально ақшаның аздығы ма? реально ақшаның аздығы ол да бар. Ол жоқ деп айтуға келмейді. Себебі ақша аз, инфляция жеп қойды қазір. Жай қарапайым мысалы біздер әскерге шақырылған жастарымыз күні-түні ол әскерден шыға алмайды ешқайда. Ол сол жерде дайындықтың үстінде ғана жүреді. Оның басқа жеке уақыты жоқ. Жеке уақыттың өзі жексенбі сенбі күні ғана. Оның өзінің ата балаларына ғана жұмсайды. Ол басқа жеке кәсіпкерлікпен айналыса алмайды. Сосын отбасымен әр жерге бір көшет. Әрі-бері ол гарнизоннан гарнизонға 5 жыл сайын ауысып тұрады. Баласына обал. Баласы барған жерден жаңағыдай қайтадан адаптация дейді жаңағыдай. Сіңісу керек сол ортаға сіңісу. Ол әртүрлі өзінің нелері қиындықтары бар. Келісем. Ермек мырза. Не істеу қажет жалпы қазір? Қаражат аз деп отыр министрлік. Дәл қазір қаражатты бөлу бойынша да сұрақтар да туындап жатыр. Міне бірінші шаралар жақсы болу керек. Мен әскери қызметтен кеткенде 81 миллиард болатын. Қазір 1 триллионнан асып кетті. Ол ақшаны нақты шаралар 1,8 жобалап соған жұмсау керек. Бұл сол қаражатты жақсы ұқсата алмағанның бір себептері бар. Ал енді бағана айтып отырған мына бізде бітімгершілікте мерзімге шақырған әскери қызметкерлер жоқ оның ішінде. Ол бағана сіз айтқанда сұрыптап алып отырғандар. Оны былай кәсіби әскерге теңестіруге болмайды. Мен Фархат мырзамен келіспеймін бұл сұраққа келгенде. Ал енді былай қарасаңыз, мерзімге келген әскерлерді ұстау үшін олардың казарма керек. Казармаға жылу керек. Оны қаншама тонна, ондаған жүздеген. Соң кейін тамағы бар, оның овощи хранилище, нелерін түгелін өздеріне көп кетеді. Ал енді контрактниктарға жалақы төлейсіз, формасын кидіресіз, кезінде өзінің нелерін төлеп тұрасыз, олар мықты болып жақсы даярланады. Көп рахмет сізге. Фархат мырза, бұл жерде енді Олжас мырза, сіз де осы салада жүрген азаматсыз қазіргі таңда. Негізі кез келген салаға мықты азаматтар тарту үшін ол сала престиж болу керек. Әрине. Ол саланың жалақы жақсы болу керек. Беделі болу керек. Ол саланың абыройы болу керек. Ұялмау керек ол салаға барған кезде. Болашағына сенімді болу керек ол саланың. Ол саланың киімінен бастап ол салаға деген құрмет те басқаша болу керек. Ал егер престиж болатын болса ол салада, онда жаңағы сіздер грант берем, басқа мен шешем деген мәселені өз-өзінен ақ келеді, престиж болса. Мысалы қазір престижді мамандықтар бар ғой. Ол халықаралық қатынас болсын, ол IT болсын, ол мұнай болсын, автоматпен барады ол салаға. Дәл сол сияқты әскери салада егер расымен де престиж орын алатын болса, мысалы біз Америка құрама штатын алайық, мысалы біз Ұлыбританияны алайық, Японияны қарайық, тіпті Қытайды қарайық, мысалға қалай оларда жүйе қойылған әскери қатынас. Себебі қазір сіз геосаяси дұрыс айтып өттіңіз. Бұл сұрақ заманауи әскер дайындау үшін заманауи білім мен ғылым игеруге жастарға көп мүмкіндік жасау керек.
біз бұл тақырыпты әлі де талқылаймыз, жиі талқылап жүрміз, егер байқасаңыздар. Аман болыңыздар, келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздердің енді министрліктің келгеніне рахмет. Бұл тақырыпты ашық талқылағанға әрқашан келіп тұрыңыздар, сіздерді күтеміз. Көрейік.